Қазағым, ассалаумағалейкум. Қазіргі таңда президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаны көптеген адамдар жамандап жатыр екен, артынан. Мен түсінбеймін, не үшін жамандайсыздар? Өйткені бүткіл жағдайды жасап беріп отқан кісіге, 17 миллион халықты басқарып отқан кісіге жан-жақтан жабылды, бұл арамзалықтың белгісі деп ойлаймын. Өйткені шетелде отырып алып, кейбір қазақтарымыз өзіміздің Қазақстанға іріткі салып отыр. Сіздерге айтарым, іріткі салғандарға сенбеңіздер. Бүткіл жағдайды жасап беріп отыр ғой. Кәсіп сенбесеңіз кәсіп, сауда сенбесеңіз сауда, қандай жұмыстар керек? Білмеймін. Бізге емін еркіндік беріп қойған. Қалаған жеріңізге барасыз, қалаған жеріңе ұшасыз, қалаған жұмысыңызды жасайсыз. Аллахқа шүкір, осы 2 жылдың ішінде кәсіппен айналысып жатырмын. Кәсібім Алла тағала береке берсін, баршаларыңыздың кәсіптеріңізге Алла тағала береке берсін. Көптеген гранттар беріп жатыр. Көптеген қазіргі іс-шаралар қолға алынып жатыр. 2,5% несие